Сәлем достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге қарапайым тоқылу жолымен тоқылатын пинетка тоқуды көрсететін боламын. Ол үшін бізге әдеттегідей жіп, крючок және де тігу үшін мынадай үлкен ине, қайшы қажет болады. Ал жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды петля терумен бастаймыз. Маған 26 сантиметрге 45 петлямен бастаймын. Жай қарапайым петля іліп алып бастаймыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петляларыңызды қатты қыспаңыздар. Қазір тоқылған кезде қиын болады. Сол үшін қатты қыспай да, қатты бос қылмай да орташа неде аламыз. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29. Неке мен 45 петля теріп алдым. Ары қарай жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін 2 петля көтеремін. Бірінші 1, 2, үшінші петлядан бастаймыз. Осыдан іліп аламыз да жұмыс жібін 3, біздің крючогымызда 3 жіп бар. Осы 3 жібін бірден шығарамыз. Тағы да жіп іліп алып, келесі петлядан өткізіп, жұмыс жібін іліп аламыз. 3 жіптен 1 жіп бірден шығарамыз. Тоқылуы өте оңайсыз. Крючокпен бірінші рет тоқып атсаңыз да сіздің қолыңыздан келеді. Қиын емес. Қандай болып шығатын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыздар, толық түсінетін боласыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк бас, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен сіздерден қолдау күтемін. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. 45 петляны түгелімен тоқып шығамыз осылай. Қарап отырсаңыздар, қатты қиын емес. Өте оңай. Және де мен жіпті қалыңдау түрінен алдым. Сосын тоқыған кезде, пинетка тоқылған кезде аяққа жұмсақ болу үшін қатты қыспай бос қылып тоқыңыздар. Егер де мен бос қылып тоқи алмайым десеңіздер, крючоктың миллиметрін үлкендеу қылып алсаңыздар, сонда тоқылғанның жұмысыңыз бос болып тоқылады. Осылай соңына дейін тоқып шығамын мен қазір. Неке мен бірінші қатарды тоқып шықтым. Қатты қиын емес, өте оңай, қарапайым. Енді ары қарай екінші қатарды тоқу үшін 2 петля көтеріп, бірінші столбиктен бастап тоқимыз. Сіздерге айтатын жайт, біз 2 петля көтергеніміз ол есептелмейді. Сол үшін бірінші петлядан бастап, бірінші столбиктен бастап тоқысаңыздар, жұмысыңыз тура болып шығады. Ал егер мен петля көтердім деп келесі столбиктен бастап кетсеңіздер, онда жұмыс тура шықпай қалады. Сол үшін бірінші столбиктен бастап тоқуға тырысыңыздар. Неке осылай. Көріп отырсыздар ғой, қатты қиын емес. Жіпті іліп аласыздар. Міне столбик өзі белгілі болыпты. Міне көрдіңіздер ғой. Осыдан өткізіп, жұмыс жібін шығарасыздар. 3 жіп болады. Сол 3 жіптен 1 жіп шығарасыздар. Тағы да жіпті іліп алып, жұмыс жібін шығарамыз, өткіземіз. Осылай маған 6,5 сантиметр қажет болады. Сол үшін мен осылай 8 қатар тоқып шығамын.
Мен қазір екінші қатарды тоқып жатырмын. Осылай тағы да 6 қатар тоқып шығамын. Сіздер аяқтың өлшеміне қарай, аяқта қалай өлшеймін десеңіздер, аяқты айналдырып өлшеп аласыздар былай. Сонда жаңа пинеткамыздың көлемі шығатын болады. Мінекей осылай аяқты айналдырып өлшейсіздер сантиметрмен. Егер де сантиметр болмаған жағдайда петля іліп алып, сол петляның көлемін өлшесеңіздер болады. Бірақ ол кезде 2, 3, 4 петля артық өлшеңіздер. Өйткені тоқылған кезде бәрібір жіп тартылады, сол үшін кішкентай болып қалады. Мен осылай 8 қатар тоқып шығамын. Сіздер де өздеріңіздің аяқ өлшеміне қарай тоқыңыздар. Мен ол пинетканы 11 айлық қызыма арнап тоқып жатырмын. Егер қыздарыңыз, ұлдарыңыз 11 айлық болса, осы көлемде тоқысаңыздар болады. Мінекей мен тоқыдым. 26,5 сантиметр болды ұзындығынан, ал биіктігі 6,5 сантиметр болды. Осылай тоқып аламыздар. Енді маған шетінен 10 петля тастап, ортасынан бастауым керек. Ол үшін мен жіпті үзбей, былай жасап кетемін. Мінекей. Жұмыс жібін өткізіп, тек осылай өткізіп алып шығамыз. Осылай 10 петлядан өтіп шығам мен. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'de қосып істеймін, өйткені ол столбик болып есептеледі. Ары қарай 3 петля көтеремін де, бір столбик тастап, келесі столбиктен столбик с накидом тоқимын. Ары қарай 1 петля қосып, бір столбик тастап, келесі столбиктен тоқимын. Осылай мына жақтан 10 столбик қалғанша тоқып барамын. Мінекей. Бір петля қосамын, бір столбик тастап, келесі столбиктен столбик тоқимын. Столбик с накидом толық тоқып шығамыз. Жаңағыдай жартылай емес, толық тоқып шығамыз. Бір петля қосамыз, бір столбик тастап, келесі столбиктен тоқимыз. Бір столбик тастап, келесі столбиктен тоқимыз. Тастап, келесіден тоқимыз. Мына жақтан да менде 10 столбик қалу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мен бір столбик тоқысам болды екен. Мінекей. Осылай жұмысымызды аяқтадым. Мінекей осылай шығады. Енді бір петля көтеріп, жұмысымды айналдырып, бірінші столбиктен бастап тоқимын. Мінекей. Мына аркадан бір столбик тоқимын. Столбиктің үстінен бір столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей. Жай осылай тоқып шығамыз. Аркадан бір столбик, столбиктің үстінен бір столбик тоқимыз. Мінекей. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бәрі қарапайым. Мінекей. Столбиктің үстіне столбик мына жерден, мінекей. Мынау ортадағы столбик петля болып есептеледі. Мынау столбиктің үстіндегі
столбик болып есептеледі. Мінекей. Ары қарай мен не істеймін? Егер сіздер ұл балаға тоқитын болсаңыздар, тура осылай без накиді тоқып шықсаңыздар болады. Bir қатар, тағы бір қатар. Мен қыз балаға тоқығандықтан былай жасаймын. Не бірінші, екінші столбиктің үстінен, міне, жіпті іліп алдым. Екінші столбиктің үстінен столбик тоқимын. 5 столбик тоқимын. Осы бір столбиктің үстіне 5 столбик тоқимын. Екеу кетті. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Неге? Осылай шықты. Енді ары қарай мынау бір столбикті тастап, келесі столбикке біріктіреміз былай. Жіпті тек өткізіп аламын. Енді тағы да бір столбикті қалдырып, келесі столбикке 5 столбик с накидом тоқимыз. Екеу, үш, сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. 4, 5. Бесінші. 5. Енді бір столбик қалдырып, екінші столбикке біріктіреміз. Біріктіргенде мінекей ешқандай жіп ұрамайсыз, сол жібін шығарып аламыз. Бір столбик қалдырып, келесі столбикке 5 столбик с накидом тоқимыз. С накидом дегеніміз, мынау іліп алғанымызды накид. Ілмек деп айтылады, оны іліп алған с накидом болып есептеледі. Осылай, неке тағы біреу, 5 столбик тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5. Бір екіншісіне біріктіреміз. Екеу, үшеу, 4, 5. Мына жерге біріктіреміз. Тағы да бір столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5. Мына жерге аяқтаймыз, біріктіреміз. Келесіде тура солай. Бесеу. Мінекей. Мына жерде менде 2 столбик қалып кетті, оның қорқатын ештеңесі жоқ. Мына жерге соңғы столбикке біріктіре саламыз. Мінекей осылай шығады. Мінекей. Ары қарай не істейміз? Ары қарай мына жібімізді ұзындау қылып қырқып аламыз. Инемізге өткізіп аламыз. Енді айналдырып тігіп шығамыз. Осылай айналдырып, мынадан былай қарай айналдырып тігіп шығамыз.
мен мынадан былай мына жерге дейін тігіп келейін, сосын ары қарай көрсетемін. Мен мына жерге дейін айналдырып тігіп келдім. Енді мына жерде мына жеріміз былай сәл жиырылып тұру керек. Сол үшін былай жеке-жеке іліп аламыз. Мына жерде міне жеке екі жаққа бөліп 2 сантиметрдей екі бөлек қылып ілеміз. Өйткені бас жағы шошайып тұрмау үшін, жиырылып тұру үшін осылай іліп аламыз. Мінекей. Енді мына келесі беттен де тура солай іліп аламыз. Осылай іліп аламыз да мына жібімізді тартамыз. Сонда мынау жиырылады. Жиырылған соң ары қарай былай қарай тігіп кете береміз. Жалғастырып тігіп кете береміз. Мынау бас жағы шошайып тұрмау үшін осылай біріктіріп аламыз. Астыңғы жағын қатты қысып не қылудың қажеті жоқ, өйткені аяққа батуы мүмкін. Сол үшін бос қылып тіккендеріңіз дұрыс. Енді мына соңында да тура жаңағыдай істейміз. Бір рет іліп алайын. Тура мына басындағыдай істейміз. Шіпті іліп аламыз. Осылай іліп аламыз да жіпті тарта қоямыз. Жіпті тартамыз. Жіпті тартқаннан кейін мынау арасы тесік болып қалмау үшін осылай ілдіріп жіберсеңіздер болады, бірақ қатты қысудың қажеті жоқ. Енді жібімізді байлаймыз. Артық жіпті қырып тастай саламыз. Енді оң қаратамыз. Басы домалақ болып шыға келетінін көрдіңіздер. Аяққа келгенде өте әдемі тұрады. Мен бұл екіншісі.
осылай шығады. Мен бұған мынадай шнур жасадым. Осындай 2 шнур жасадым. Мына жеріне өткізіп байлау үшін мен мынадай шнур тоқыдым. Ол шнурды осы менің каналымда бар шнур қалай жасау керек екен, содан қарасаңыздар болады. Описаниеға ссылкасын қалдыратын болам. Содан өтіп қарасаңыздар болады. Осылай мына тесіктерден өткізіп мына жерге байлап қоямыз. Мына жерге бүйтіп байлап қоямыз. Мінекей. Екіншісінде тура солай өткіземіз. Тесіктерден киген кезде аяққа өте әдемі тұрады. Немесе екі жағын бірдей қылып бала 2 гүлдеп байласаңыз да болады. Әдемі көрінеді екен. Егер видео ұнаған болса, сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет. Иди.